y la cosa suena ra. Scooby-Doo pa, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo pa. Бәріңе сәлем достар, сендермен бірге мен Азон. Және бүгін біз өте қызықты біздің балықшының өмірі выживаниясын жалғастырамыз. Біз осы қалаға Бенза әкемізге келген болатынбыз. Бенза ол өзі бір жаққа кетіп қалды. Қайда кеткенін мен ұқпадым. Заттарын мұнда салып кетті де, қарай тұр деді ма, бірден кетеді маған. Бенза қайда кеттім деп еді, кеше бір жаққа кеттім деді әйтеуір. Қайда кеттім деп ұмытып тұр ма, басқа қалаға барам деді ма, бірден кестеймдік. Мен ештеңе түсінбедім. Мен өзі ұйқым келіп тұрған кезде түнде Бенза келіп мені оятып алды да шығып кетті. Ал бүгін мен қармағымды алып алайын, енді мына жақта ақшаны салып қояйын. Өткен жолда алдыңғы серияларда болған осы нелер. Алдыңғы серияда осы біз кішкене балық аулап, кішкене дамыған болатынбыз. Судан қалған заттар мынау. Егер білмесеңіз, егер сіз алдыңғы бірінші серияны көрмесеңіз, сол бірінші серияны көріп алғаннан кейін, бірақ осыны көруге мен сіздерге кішкене ақыл айтамын деп айтып қойдық. Енді бүгін біз қаланы кішкене аралаймыз. Ар жақта тағы бір жаңа заттар пайда болды деп жатыр біздің қалада. Сосын кішкене тағы да балық аулап, үлгермей қалдым. Кішкене балық аулап, мына жақта сатып, тағы бірден істей тұратын боламыз. Ал пока сіздерге қызық болмауы мүмкін. Енді пауза қоя салайын. Достар, міне мен кішкене заттар аулап алдым. 8 сырая треска, потом сырой лососьтан 9, потом 3 рыба фугу, иглобрюхтан, және миска, сон кожаные ботинки, потом бирка, потом гнилая плоть, потом кушинка. Басқа нәрсе ештеңе аулаған жоқпын. Енді аулаған нәрселерді алып алайын. Миска негізі көп керек нәрселер екен. Сон және 3 рыба фугу. Бір рыба фугу ол 4 не тұрады. Қалай өтші дей? 4 монета тұрады золотой. Сол үшін бізге ондай рыба фугулар керек. Және бізде 2 жұмыртқа болды. 8 жұмыртқаны базарда сатып берсе болады. Бірақ біз пока что балық сатады. Менде егер өздеріңіз көріп отырсаңыздар, менде мына жерде 9 опыт жиналып қалыпты. Осы опыттың бәрін барып, банкқа барып айырбастап алу керек бізге. Бәрін банкқа барып айырбастап алғаннан кейін ақшамыз көбейеді. Сосын қаланы аралауға бара берсек болады. Қазір қолымызға рыба фугуды алайық. Бүйтіп қояйық. Ал кеттік. Біреу кетті, 4 берді ма? Біреу кетті, 4 берді. Так. Тағы біреу кетті қазір. Тағы 4 берді. Және де тағы 4 берді. Енді 8 треска. Бұл жерде беремейді екенмін, сатамайды екенмін. Чатасып кеттім. Қазір сырой лосось. Какой? Треска, Бір треска кетті. Екінші треска 24 жиналып қалды бізде. Және де бұнда біз қазір сатып берейік. Лосось қайда сатып? Лосось мына жерді сатады. Сон қалаға жаңадан келген нәрселерді біз соның ішінде бірдеңке обновляция дейма. Соларды қарап шығайық. Shift-қа отырып, Shift-та басылмайды екен бұл дүние дегеніміз. 30 золотой самурайды алып алдық. Аха, рахмет. Шықтық біз мына жерден. Ады кетчасеке паратайсып жүре береміз біз. Так, бұлай қарай бара берейік. Сон. Сізге кіре салам десең. Так, сонға керейік. Сонда бірден келер, жаңа обновлениялар, бірден келер қойып деген. Міне. Напиши лицензия на бамбук. Міне. Анау ең бірінші серияда, алдыңғы сериясында келген кезде ар жақта бір бамбуктар сататын болған. Сол бамбуктарға лицензияны сонға қойыпты. Сіздерге өте рахмет, өте көп. Бірақ бағасын көрейік. 30 монета тұрады екен бір лицензия. Менде золотой самородықтан 30. Білмеймін, құртам ба, құртпайым ба, оны пока көру керек. Сон 50 монета дейді. 10% акция заводы.
напиши 10% акций завода. Ар жақта бір нәрсе салынды деген сол завод екен, не завод екен көру керек. Ойбай, өткен жол кім еді? Алексей ме еді? Біреу болған сатқан. Қазір Йоган болып кетті же. 180 монет дейді. Ой, бұл купить участок, үлкенірек участок сияқты. Напишите документ дом 2. Бірінші дом сатып алған сияқты біреу. Бірдеңке қойып қойған шығар орнына, может. Үй салып жатқан шығар, қазір көрейік. Напишите свое имя в документе. Тура өткен жолғыдай, бірақ просто ар жақта өзгертіп кеткен. Базарларда бірдеңке. Базарларда нәрсе өзгеріп. Міне мынаны қараңыздар. Мынау өткен жолғы участок қой Алексейдің. Мында бамбук өсіріп жатыр, ар жаққа өсіріп жатыр. Мына жерде пшеница ма бірдеңке өсіріп жатыр. Бұл жерге огород егіп тастапты ғой. Сол үшін жерді сатып алған екен, алып кеттік базар. Жаңадан базар ашылып апты мында. Бұл базарда не сатады екен? Бұл жерде 10 монетаға дейді 64 кірпіш бір стак, яғни бір стак кірпіштің блогы. Сон 8 монетаға бір осындай золотой зачарованный алма, яблоко, Мында 6 монетаға дейді, жоқ, оны емес, 6 монетаға бір садақ. 2 монетаға 8 садақтың оғы. Негізі нормально екен жаңа базар. Базар күннен күнге өсе береді сияқты. Ал мынау не жол? Айбай, улу, кіріп кеттім. Мынау не екен? Что-то ана жерді мен көрмеген сияқты едім. Бірдеңке, бір жол, бірдеңке көріп тұрманда. Кәдімгідей көзге жаман түсіп тұр. Бұл не нәрсе екен? Йоган дейді, бағанағы участок, продается участок за 180 монет, оформление в Sony дейді. Керек, санан қараңдар, оформление. Кәдімгідей үлкен екен. Әне участок. Мына участок сатып алам ба десең, менде бірақ 30 монета. Бірақ бұл қалада біз тез дамуымызға болады. Біз тез банктың ішіне кіріп келейік. Банкқа кіріп алып, потом ақшамызды неге ауыстырып тастайық, соны жаңбырды күте тұрайық. Достар, міне біз банкқа да жетіп үлгердік. Міне менің 9 экспириенсім, яғни 9 опытым әлі тұр. Міне бұған біз сатып алып тастайық заттарды. Міне 1 кетті, 2 кетті, 3 кетті. 6 изумруд. 1 изумруд 3 монета. Неше шығады екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 48 монета. Өйбейін, о не? Өткен жол Бенза екеуміздің алған бір алмазымыз бар еді, соны сататын алмаз пайда болыпты. Бәсе айтып жатқан алмаз сатуға болады деп. Пока менде 48 монета жүгіріп барып Бензаның несін алып келейін. Не деші да, немене еді? Алмазын тез алып келейін, соны барайында банкқа сатшы берейін. Ол айтқан, если что, банкта алмаз сататын жерлер болса, сол жаққа алмазын сата сал деп. Так что мен смело барам да, ешкімнен ештеңе сұрамай, просто барам да, аламда Бензаның алмазын сатшы берем. Міне Бензаның алмазы тұр. Кәдімгідей бізде ақша жинал қапты, уже 48 монета. Бұл 12 болатын болса, 48 так. 48-ге 12-ні қоссаң, 2-ні қоссаң 50 болады, 60 монета болады бізде. 60 монетаға не сатып алсақ болады білмеймін. Потом бірдеңке, жақында магазин бола ма, бір лавка. Сонға кіріп немесе бамбукқа не сатып алайын. Сонда 30 тал нем қалады, өзімнің итак. 30 тал монетам қалады арт жағынан, және де 30 талға мен бамбук не сатып алам. Соны лицензияны алам да, мен бамбукқа бамбук шап сатайын десең. Экспириенстерімді істеп қойдым. Что-то не өкпітті. Короче, достар, міне, мен өзімнің алмазымды бағана қайтарып алдым. Мына кісі айтады, кішкене автомат істемей тұрған дейді, енді қайттан тексеріп көрші дейді. Қазір тексеріп көрейін автоматтарын. Ой, міне, істеп тұр. Рахмет, автоматтарыңызды жөндеп қойдыңыз, әйтпесе кей кезде автоматтарың істемей қалады екен. Ал кеттік, ақшаны кішкене біз тауып алдық. 60 монета бар целый. Пока что әлі күннің ортасы, сол үшін тез жүгіріп барып, мынауымнан бір нәрсе көріп тұрмын. Мына нәрсе ұқсайтын нәрсе көріп тұрмын. Йо-май, жүгіріп барып қара келейік.
Мынаны қарасай аумайды ғой мынадан. Мынаны қараңыздар достар, мынаны қараңыздар. Мына жақта қармағым менің, ар жақ төбе қарасаңыздар, дәу қармақтыр. Сон тура қармақтың артында түтін шығып тұр. Чота, қазір кіріп көрейік. Ішінде қармақ ұстайды осы нәрсе. Мында чота бірдеңке өртеніп тұр. Мында бірдеңке тұр вообще. Чота мында бірдеңке құлау керек. Пока что мынау істемей тұр екен мына нәрсе. Мында чота сиыр тұр. Мына кнопканы басып жүру керек сияқты ол. Чота маған ашық болсаң деген. Не деген қармақтар мынаның бәрі. Ар жаққа битті айтсаңдаршы. Біреуін ұрлап алайын ба? Бірақ жоқсын, полицейскілер артынан келсе. Лучше... айтпақшы, келесі серияларында. Сендер достарың іздеушіңдер ма? Достарың келмейді қой, уайымдамай қойыңдар, ана ішінде жатыр. Айтпақшы, достар, бенза келген кезде бензаға айтып көру керек. Бірге осы заводқа жұмысқа тұрайық біз. Ана жақта осы заводтың несі бар емес пе? Неме деді бағана бірден кесті деді ғой. Заводтың акциясын сатып алайық бенза екеміз. Немесе екеміз осы жаққа жұмысқа тұрайықты. Бір күндік зарплатаның орнына бір қармақ сұрап алайық осы жақтан. Мынау не тақ? Мынау кладовканы ашпай қой құрсын қазір. Бірденке жоғалып кетішінесін бізден көрі адамдар. Так, тез кеттік мұнда. Айтпақшы бізде 60 монета бар екен бізде. Ана храмнан алмазарлық кеткен біз. 60 монета бар болса, онда осы 60 монетаға кіріп, соннан бамбукқа не сатып алу керек? Не деп айтшы дейсің? Бамбукқа нені сатып алу керек? Немене? Лицензия сатып алу. Туй, аузымда ештеңе тұрмайды. Ұмытып қала берем бәрін. Тесіз барайықта лицензияны соннан сатып алайық. Соннан лицензияны сатып алғаннан кейін бар бамбуктарды кесіп сындыра берейік. Поздравляю, ты купил лицензию дейді. Теперь на жерде бар еді бір нәрсе. Напиши лицензия на бамбук дейді. Лицензия на бамбук деп жазып тастаймын на жерде. Лицензия на бамбук. Йоу, достар, міне менің қолымда лицензия на бамбук Озон деп тұр. Так что біз смело барып, оған қарыздарына апан көріңіздер ма? Не істеген қолына изумруд ұстап. Короче, смело барып, смело барып, біз бамбукты кесе беруімізге болады. Бамбукты кесе берейік, ар жақта тура біздің палатымыздың артында бамбуктар өткен жолы қаптап тұрған. Және ең жақсы бамбуктар бір күнде 1 метрге өседі екен. Бұл қызды информацияның бірі, ал біз барып бамбук кесе берейік. Міне достар, мен 2 стак бамбук жинап алдым, және де қалған 21 тал бамбукты мына жердің бәріне егіп тастадым. Себебі заң жинағын оқысақ, бұл жерде егер сен бамбук сындырсаң, орнына қайтта бамбуктарды егіп кетуің керексің, чтоб таңертеңгісін қарасаң, өсіп дәу болып тұру үшін. Сол үшін мына жерде біз қазір барлық бамбуктардың барлығын сатып жіберейік. Қазір көреміз. Мына автоматтарың істейма точно? Істесе жарар негізі. Алтау берді. Тағы да алтау берді. Тағы да алтау берді. Тағы да алтау берді. Тағы да алтау бердім. Тағы да алтау берді. Тағы да алтау берді. Тағы да алтау берді. 64-те 8 мә! Қаншау жинап алдым мен? Бағана лицензияны құрта салғаным шынымен де дұрыс болды ау deyip ойлап тұрмын өдім. Ал енді достар, осымен біздің видеомыз соңына
минутқа жетіп қалыпты. Сондықтан келесі видеоны кәдімгідей күтіп, менің арнама тіркеліп, егер видео ұнаса, әрине лайкты смело жабыстырып кетеміз. Ал сіздермен бірге болған мен Озон Қол.